Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен су тіршілік көзі, Қазақстандағы өзен-көлдер, морфология бөлімі бойынша жаңбыр менен жер көгерер, есімдіктің сөйлемдегі қызметі тақырыбымен танысатын боламыз. Қазақ халқының өмірінде жауын-шашынның алатын орын ерекше. Сол себепті болар, халық батыр туса, ел ырысы, жаңбыр жауса, жер ырысы деп, елдің ырыс-құты ретінде батыр мен жаңбырды қатар атаған. Сәуірдегі жауын сауып тұрған сауын деп, тіршілік көзі малымен байланыстырған. Жауынның дер кезінде түспеуі, немесе мүлде жаумауы елдегі қуаңшылыққа, малдың жұтауын алып келеді. Сондай жағдайда жауын-шашынды шақыру үшін тасаттық беру салты қалыптасқан. Судың адам өміріндегі пайдасы қандай болса, жауын-шашынның табиғаттағы рөлі де сондай десе болады. Ал енді сол жаңбыр дегеніміз не? Оның қандай түрлері болады? Соған тоқталып көрелік. Жаңбыр бұлттан бөлініп, жерге түсетін атмосфералық сұйық тамшылардың жиынтық атауы. Тамшылардың диаметрі 0,5 мм-ден 7 мм-ге дейін болады. Тропосфераның жоғарғы қабатында қалыптасқан қар, мұз түйіршіктері оның жер бетіне жақын қабатынан өткенде еріп, жаңбыр тамшыларына айналады. Кейде жаңбыр бұлт арасындағы тым ұсақ тамшылардың бір-бірімен қосылуынан пайда болады. Жаңбырдың ақ жаңбыр, нөсер жаңбыр, сіркіреме жаңбыр деген түрлері бар. Ақ жаңбыр деп қатпарлы бұлттардан жауатын, бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін созылатын жаңбыр түрін айтамыз. Нөсер жаңбыр будақ бұлттардан қатты жауып, тез аяқталатын жауын түрі. Сіркіреме жаңбыр диаметрі 0,5 мм-ден аспаған тамшыларды атайды. Ол негізінен қатпарлы бұлттан шығып өте баяу жүреді. Жаңбырдың маңызын, жаңбырдың түрлерімен таныс болсақ, енді есімдіктің сөйлемдегі қызметіне тоқталайық. Сөйлем мүшелері деп, сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы сөздерді атаймыз. Сөйлем мүшелері тұрлаулы мүшелер, тұрлаусыз мүшелер болып, екі үлкен топқа бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болатын мүше. Оған бастауыш, баяндауыш жатады. Тұрлаусыз мүшелер дегеніміз сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтыратын мүшені атаймыз. Оған толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш жатады. Ал енді есімдік сөйлемде қандай қызмет атқарады? Есімдік сөйлемде бастауыштың, баяндауыш, пысықтауыш, толықтауыш, анықтауыштың қызметін атқарады. Яғни сөйлем мүшелерінің барлығының қызметін атқарады екен. Олай болса, кестеге назар аударайық. Есімдіктер, әсіресе жіктеу есімдіктері, атау септікте тұрып, бастауыш қызметін атқарады. Мысалы, мен далаға шықтым. Далаға шыққан кім? Мен. Яғни бұл жердегі мен
жіктеу есімдігі бастауыш қызметін атқарып тұр. Бәрі оны қолдады. Кім оны қолдады деген сұраққа жауап беріп, бәрі жалпылауыш есімдігі бастауыш қызметін атқарып тұр. Есімдіктер жіктеліп келіп, немесе заттанып, баяндауыш қызметін атқарады. Мысалы, менің айтарым сол. Бұл сөйлемдегі сол сілтеу есімдігі заттанып, баяндауыш қызметін атқарып тұр. Менің іздегенім сенсің деген сөйлемдегі сенсің жіктеу есімдігі жіктеліп келіп, баяндауыш қызметін атқарып тұр. Есімдіктер барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктердің бірінде келіп, толықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, оны елеген адам болмады. Бұл сөйлемдегі ол жіктеу есімдігі табыс септігінде тұрып, толықтауыш қызметін атқарып тұр. Яғни, кімді елеген адам болмады? Оны. Екінші сөйлемге назар аударайық. Ешкімге ауыр тапсырма берілмеді. Кімге ауыр тапсырма берілмеді? Ешкімге. Яғни, ешкім деген болымсыздық есімдігі барыс септігінде тұрып, толықтауыш қызметін атқарып тұр. Есімдіктер ілік септікте немесе сын есім мен сан есімнің орнына қолданып, анықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, кейбір адамдар қарсы шықты. Қай адамдар қарсы шықты? Кейбір. Яғни, бұл сөйлемдегі кейбір белгісіздік есімдігі анықтауыш қызметін атқарып тұр. Біздің дегеніміз болды. Кімнің дегені болды? Біздің. Бұл сөйлемдегі біз жіктеу есімдігі ілік септікте тұрып, анықтауыш қызметін атқарып тұр. Есімдіктер мезгіл, мекен мағыналарында үстеудің орнында қолданса, пысықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, бүгін ешқайда бармайсыңдар. Қайда бармайсыңдар? Ешқайда. Яғни, бұл сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Олар әлде қашан кетіп қалған. Бұл сөйлемде әлде қашан есімдігі қашан кетіп қалған деген сұраққа жауап беріп, пысықтауыш қызметін атқарып тұр.